6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Сәлем, сәлем, қуанайық. Сәлем, сәлем, бір ойнайық. Айналаның бәрі тамаша, бірге ойнап көңілденейік. Сәлем, сәлем, қуанайық. Сәлем, сәлем, бір ойнайық. Ойнайықшы! Достығымыз ашырамыз, біздің шарлаймыз әлемді. Досым менің, сен келіп тұрмаған, талай қызықты көреміз бірге. Секіріп те ойнаймыз, көңілден де шырқаймыз. Жүгіреміз, секіреміз, кел досым қуанайық. Сәлем досым деймін мен саған, қуанам егер келсең маған. Арамыздан жырамас, ынтымағымыз мықты, жандос болып қаламыз біз мәңгі, мәңгілік. Көртішқан мен панда, адасқан қаз. 46 бөлім. Азықтарыңды жинап қамданыңдар, жақында ұшып кетеміз. Таспақа, допты қақ. Жақсы, маған қарай лақтыр. Қайда кетті? Хей! Таптым! Сендегі доп қимылдап жатыр. Ай, және, ой, қарашы, оның аяқтары бар. Әке, апа. Біз сенің әкең мен апаң емеспіз. Мен Көртішқанмын. Ал мен Хохомын. Әке Көртішқан, апа Хохо. Бұл жабайы қаздардың жұмыртқасы. Ана соны іздеп жатқан шығар. Шамалы күтейік, а? Әке, апа. Әке, апа. Ой. Жоқ, бамбукты жеуге болмайды. Сенің қарның ашты ма? Мен саған жерден дән қазып берейін. Мен сияқты жаса. Міне. Мен сияқты жаса. Құстар осылай қоректенеді. Біз дұрыс жасап жатырмыз ба? Жабайы қаз құстардан ғана үйрену керек қой. Дұрыс айтасың. Жасымық. Жасымық. Өтініш, мына адасқан балапан қазға қарай тұршы, біз оның анасын іздеп келеміз. Байқұс балапан, бері кел. Мен сені өзімнің үйіме алып барайын. Сүйкімді балапан. Сен өзің қандай ауырсың? Белім-ай, ол сендерді ғана таниды. Мен оның анасын іздеп келейін. Балапанның ұйқысы келді.
Эй, ешкім балапанын жоғалтқан жоқ па? Жабайы қаздар қайда ұшып кетеді екен? Мүмкін оның анасы жақын арада шығара. Менің естуімше, жабайы қаздар оңтүстікке ұшып кетеді екен. Ал көктемде олар қайта оралады. Біз тез арада балапанға ұшуды үйретуіміз керек. Сол кезде ғана ол өзінің жақындарына ілесе алады. Тек құстар ғана ұша алады. Біз ұша алмаймыз ғой. Жасым қайта келмеді. Мүмкін құстың киімін киіп алармыз. Мен түйе құстың, ал сен пингвиннің киімін киесің. Сендер ұқсайды екенсіңдер, Дұрыс айтасың. Ой. 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 Сендердің не ойлағандарың бар? Жасымақ, келдің бе? Біз балапанға ұшуды үйрету үшін құстың киімін киіп алдық. Не? Түйе құста пингвинде ұша алмайды. Солай ма? Біз қандай ақымақ едік? Құстардың барлығы бірдей ұша бермейді. Әке, апа. Балапан, ол сенің әкең мен апаң емес. Мен таудың арғы жағынан жабайы қаздарды таптым. Бір жабайы қаз жұмыртқасын жоғалтып алыпты. Балапанның анасы сол шығар. Ол балапанын барлық жерден іздеп жүр. Мен ұзақ күтіп, оның анасын таба алмадым. Өте өкінішті. Енді не істейміз? Тездетіп таудың басына шығуымыз керек. Олардың көшбасшыларының айтуынша, ертең олар оңтүстікке бет алмақшы. Құдайым-ау, тездетуіміз керек. Жоқ, менің жоспарым бар. Қолымыздан келер. Тездетейік, олар жолға шықты. Иә, жарайсың. Керемет, ұшып үйреніпсің. Мықтап ұстаңдар. Бер қараңдар, мұнда сендердің балапандарың бар. Балапаныңыз бізде. Мінекей, Балапандарыңыз ол бар. бізде. Әке, апа, әке. Ей, біз мұндамыз. Тоқтаңдар. Олар тым биікте. Көртішқан, менің бір жоспарым бар. Қазір көрсетем. Бірақ ол қауіпті ғой. Біздің балапан үшін тәуекел етем. Балапанның анасы. Сіздің балапаныңыз міне. Ой-ой-ой.
Бұл сенің анаң мен бауырларың. Сендер бір-біріңе қатты ұқсайсыңдар. Сендердің тұмсығың мен қанаттарың да бірдей, дауыстарың да ұқсайды. Келесі жылы кездескенше. Жылай бермеш. Одан да жүр доппен ойнайық. 46-шы бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған 2020 жыл.